тамақтары өте әдемі. Әр тамақ пісіретін жерде әр повары бар өздерінің. Ыдыс-аяқ аласыздар мына жерден, келіп өздерін таңдап кете бересіздер. Күріш болсын, вермишель болсын, неше түрлі нәрсе бар мына жерде. Картоп бар. Бір кезде осыны алған мен. Қарын ашып, ол оказывается ащы нәрсе екен да. Жазып отырады ма? Тамақтар өзі жазып отырады. Google переводқа кіресіздер де, оған да видео түсірейін, кейін болмаса сіздерге. Бізге қиын емес. Әр тамақ жазып отырады, мына жерде соны переводпен орысшаға аударасыздар да ала бересіздер, қиын емес. Мына жерде әр жерде поварлар болады. Тамақтың түрі бар. Рашкелерді салып қояды керек болса. По вкусу таңдайсың. Бір құрап тұрады. Сорпа керек па? Мына жерде егер компот керек болса, сок керек болса, алып ішіп кете бересіздер. Енді кофені жақсы көретіндерге латте толып тұр мына жерде. Тамақтың түрі бар. Таңертеңгілікте келсеңіздер, мына жерде қарбыз қауын болады. Неше түрлі. Мына жерде ашылар бар. Холиде отелі жақсы, өте адамдарға ыңғайлы, қолжетімді, тиімді. Қарап тұрсаңыздар. Және мен обслужкасы жақсы. Сіздерге отельдің ішін түсіретін болам. Яғни ішін дегенде бағанағыдай әр бөлмені түсіретін болам. Комментарий қалдырып жазып отырыңыздар. Және мына жерде қазір міне қауын қарбыз ашып қараймыз. Міне қауын керек па, қарбыз керек па? Қарбыздары дәмді, кәдімгі біздің Оралдың қарбызы сияқты, тайпақтың. Мына жерде шайға дәмді неше түрлі нәрселер бар, десерттер, әдемі пирожнилар бар. Мына жерде холиде деп жазылып тұрған өздерінің керемет торттары бар. Қарап тұрсаңыздар. Өте күшті. Халқы өте жақсы, сабырлы. Ұнап жатса лайк басыңдар, комментарий қалдырыңыздар, достарыңызға таратыңыздар.